Мемлекеттік бюджеттен жөнделіп жатқан жолдардың сапасын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бақылауға алды. Өңірде сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында жыл басынан бері 15 тексеру жүргізіліп, 20-дан аса кемшілік анықталды. Бүгін мониторинг тобы Орал қаласының Меңдешев, Иманов және Шыңғырлау көшелеріндегі жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Шаһардың Иманов көшесінен Гагарин көшесіне дейінгі Меңдешев автокөлік жолын ағымдағы жөндеу жұмыстары биылғы шілде айында басталды. Талапқа сай көлік жолының қос қапталынан жаяу жүргінші жолдары салынған. Асфальт жамылғысы төселіп, жөндеу жұмыстары бел ортасына келген. Мамандар жол сапасын анықтау мақсатында асфальт бетон жамылғысынан керн сынамасын алды. Жол жиегіне ескі материалдың қолданылғаны белгілі болды. Жалпы жыл басынан бері шаһардағы жол жөндеу жұмыстары кезінде осыған ұқсас 200-ге жуық ақаулық анықталған. Дұрысталмағаны 27. Бұлар жақын уақыттың ішінде дұрысталады деп ойлаймыз. Себебі бұған дейінгі аталған кемшіліктер жойылды. Ол мысалы айтқанда бір жолдың 800 метр қиыршықтасы ауысты, 1420 метр жолдың ұзындығының құмы ауыстырылды, ПГС дейміз ғой. Бұған қосымша кей жолдардың тротуардың асфальт төсемі, жолдың асфальт төсемі сараптама талаптарына сәйкес келмегендіктен түгел ауыстырылды. Сапалы жол жобасы аясында ұлттық жол активтері сапасы орталығы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментімен бірлесіп, облыстық маңызы бар және қалашілік жолдарға 15 тексеру жүргізген. Ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары кезінде 20-дан аса кемшілік анықталған. Мамандардың айтуынша асфальт қабатының қалыңдығы мен ені, тығыздылығы талапқа сай болмауы, жол негізінің дұрыс төселмеуі сияқты жағдайлар жиі орын алады. Техникалық қадағалау жұмыстары да өте баяу жүруде дейді мамандар. 22 ақаулық анықталды. Қазіргі таңда осы 12-сі түзетілді. Қалғандары әлі осы түзетілу үстінде. Бірақ осы айтылғандай, қазіргі түзетілу үсттерін жұмыстары бізде қазір өте баяу қалыпта жүргізіп жатыр. Қазір біздер мердігерлерге уақытында осы ұйғарымдарды жіберіп, егер де ол өз уақытында түзетілмесе, бұдан да ары қарай жоғары органдарға біз яғни ұйғарымдарын жіберетін боламыз. Шыңғырлау көшесінде төселіп жатқан қиыршық тастың қалыңдығы жобаға сәйкес келмейтін анықталды. Мердігер мекемеге сыннан нәтиже шығаруға 1 апта уақыт берілді. Шаһардағы жол жөндеу жұмыстарының сапалы әрі мерзімінде атқарылуы мониторинг тобының жіті назарында болмақ. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.